Мам, сәлем. Үйдесің бе? Иә, үйдемін. Қалың қалай? Жатақханаға орналастым. Бәрі жақсы. Жаным менің. Мам, белің қалай? Уайымдама балам. Белім ауырып тұрған жоқ. Ұйықтайын деп жатырмын. Қайырлы түн, мам. Мен сені сүйемін. Мен де сені жақсы көремін. Қайырлы түн, қызым. О Алла, қызым үшін саған алғыс айтамын. Басына бақ беріп қайда жүрсе де амандығын сұраймын. Қызым оқуын аман есен бітіріп, армандаған маман иесі болсын. Я Тәңірім, шүкір бәріне ризамын, батамды қабыл ет. Енді менің қызым заңгер. Бірақ система өзгерістерді енгізді. Мен даяршымын. Жыл бойы собеседованияларға бардым. Бірақ өкінішке орай мені ешкім жұмысқа тәжірибесіз таныссыз салғысы келмеді. Мен анама өз мамандығым бойынша жұмысқа кіргенімді өтірік айтуға мәжбүр болдым. Өйткені анам мен жайлы уайымдап, өз-өзіне үнемдеуші еді. Кешірші мен анам. Үмітімді үзбеймін. Тырысуымды жалғастырамын. Өйткені мен жарқын болашақта өмір сүргім келеді. Алдыңғы серияларда біз жылына миллион ақш доллар табыс табудың механизмін ашып айттық. Мұхитқа шығу мүмкіндігінсіз бүкіл әлеммен қалай сауда жасау туралы және халыққа жерді 5000 гектардан әділ түрде бөліп беретініміз туралы көрсеттік. Он төртінші тарау. Ауыл. Мен Канадада 8 жыл өмір сүрдім. Олардың ауылдарын көргенде таң қалдым. Басыма сұрақ келді. Неге біз Қазақстанда солай істей алмаймыз? Сол мақсатпен еліме оралып, ауылды көтеретін дамыту жүйесін ойлап таптым. Біз өмір сүргіміз келетін арманымыздағы ауылды жобаладық. Ауыл жобасына келесі объектілердің құрылысын енгіздік. Комьюнити орталығы, онда конференц-залдар, шағын кинотеатр, фитнес, бассейн, спорт секциялар болады. Ультра заманауи жабдықтар бар аурухана, финляндиялық білім беру моделі бар мектеп. Мектепке дейінгі оқу бағдарламасы бар балабақшалар, синтетикалық мұздағы хоккей алаңы, заманауи жайлы қонақ үйлер, коммуникациялық желілер мен су тазарту жүйесі. Енді басты сұрақ, бұл объектілер кімнің қаражатына салынады? Сіздер түсініп отырғандай, тиімді менеджерлер өте жақсы ақша табады. Ол жылына $1 000 000 құрайды. Мұндай тиімді менеджерлердің саны 1200 болады. Біз Қазақстанда 100 ауылды дамытқымыз келеді. Әрбір ауылда 12 тиімді менеджер тұратын болады. Мемлекеттен барлық салықтардан босатуды сұраймыз. Бізде өзіміздің 33% әлеуметтік салығымыз болады. Бұл қалай жұмыс істейтін болады? 12 тиімді менеджер жылына $12 миллион табыс табады. Және осы соманың 33%-ын ауылды дамыту қорына инвестиция ретінде құяды. Бұл қордың иелері 12 тиімді менеджер болып табылады. Осы қордың арқасында 10 жылдың ішінде олар бүкіл ауылды өздері құрады. Сондай-ақ әр ауылда 10 000 бас ірі қара малға арналған бордақылау алаңдары салынады. Мен әлемдегі ең үлкен миллион бас қара малды басқару жүйесін ойлап таптым. Біздің жүйемізде 1 миллион бас мал алғымыз келеді. Олар 30 000 қызметкер арасында әділ бөлінеді. Бірақ бұл меншіктің классикалық түрі емес. Бұл бағалы қағазға немесе акцияға иелік ету сияқты. Біз оны ірі қара мал квотасы деп атаймыз. Бұл қалай жұмыс істейді? ТДФА өз есебінен әр ауылда 10 000 ірі қара малға арналған 10 бордақылау алаңдарын салады.
ТДФ репродукторлардан бұзау сатып алып, олар кредиттік рейтинг пен лауазымдарына сәйкес тиімді менеджер қызметкерлерінің арасында квота бойынша беріледі. Бұл орташа алғанда әр адамға 33 ірі қара малдан келеді. Бордақыланған малды сауда үйі сатқаннан кейін қызметкерлердің шотына бір сиыр үшін 100-ден 300 долларға дейін сыйақы түсетін болады. Одан 33%-ын ауылды дамыту фондына арналған жарна мен сақтандыру сыйақысы төленеді. Ірі қара малға байланысты барлық тәуекелді коммерциялық емес, резервтік сақтандыру фондымен сақтандырылады. Бір жүйедегі 1 миллион бас ірі қара мал дүние жүзіндегі ең үлкен мал басы болып табылады. Егер бір адамның қолында 1 миллион бас ірі қара мал болса, ұрлық көп болуы мүмкін. Ал енді мал ауыл адамдарының бәрінің меншігінде болса, әрқайсысына өз малының дені сау, жақсы өсуіне талпыныс жасайды. Өйткені олар малдың бағасы, салмағына қарап құрылатынын түсінеді. Салмақ көбейгенде малды қымбатырақ саталады. Ал егер мал өліп қалса, ештеңе алмайтынын да түсінеді. Осылайша ұрлау мен малды қараусыз қалдыру мәселелері туындамайды. Біздің ауылда тегін электр энергиясы және автомобильдер үшін тегін жанармай болады. Бұл сиыр тезегін өңдеу зауытының көмегімен жүзеге асырылады. Малдың көп санын ескере отырып, ауылды дамыту бағдарламасында ірі қара малдың тезектерін өңдеу бойынша 100 неміс зауытын сатып алу көзделген. Олар тұрғындарды жанармай және электроэнергиясымен тегін қамтамасыз етуге арналған ауылды дамыту фондының қаражатына орнатылатын болады. Жылына 300 мың адамды энергиямен қамтамасыз етуге жеткілікті болатын, шамамен 350 мың мегаватт электр қуатын алу мүмкіндігі бар. Немесе көлікке арналған 114 миллион кубометр биогаз аламыз. Автомобильдің жылына орташа есеппен 18 мың километр жүріп өтетінін ескерсек, бұл 30 мың автомобильдің жылдық тұтынуына жетеді. Органикалық егіншілікті дамыту үшін 2 миллион тонна органикалық тыңайтқыштар шығарылады. Аталған өндірістің түрлері ауыл инфраструктурасына жағымды әсерін келтіріп, ауыл тұрғындарының әл ауқатын көтереді. Сол себепті менеджерлер ауылды дамыту қорына қаржы құю арқылы өз-өздерін тегін жанармай және электр жарығымен қамтамасыз етеді. Біздің ауылда СИП панелінен әдемі 2 қабатты коттедждер салынатын болады. СИП технологиясы Қазақстанның климатына бейімделген үйлердің заманауи конструкторлық технологиясы. Үйдің тұрғызылу уақыты 3 апта. Үйдің өзіндік құны СИП технологиясын қолдану арқылы арзандайды. 200 шаршы метрлік үйдің орташа құны 25 пен 35 мың доллар көлемінде. Үй сатып алу үшін сіз ипотекалық бағдарламаны пайдалана аласыз. Кредиттік рейтингі жеткілікті. Фонд экожүйесінің әр қызметкері заманауи Агроинвест банктың ипотекалық бағдарламасын қолдана алады. Айта кетейік, қызметкерлер үшін девальвация тәуекелі болмайды. Себебі олар өз жалақысын евро немесе доллармен алады. Бағдарлама шарттары қарапайым. 15 жылға дейін қаржыландыру. Сыйақы мөлшерлемесі жылына 4-тен 7%-ға дейін. Үйдің өзі кепілдеме болады. Бастапқы жарнасыз. Сонымен қатар банк автокредиттеу қызметін ұсынады. Бағдарлама шарттары 7 жылға дейінгі қаржыландыру. Сыйақы мөлшерлемесі жылына 4-тен 7%-ға дейін. Ірі қара мал квотасы және сатып алынатын автомобиль кепіл болып табылады. Бастапқы жарнасыз. ТДФ машиналарының өзіндік құнын арзандату үшін автоөнеркәсіптің Toyota, GMC, Ford секілді алыптармен зауыттық биогазбен жабдықталған көліктер сатып алу үшін тікелей келісім шарт жасайды. 15-ші тарау. Әлемдік азық-түлік банкі. Бүкіл әлемнің астық қоры бізде болады. Жарты миллиард адамды азық-түлікпен қамтамасыз ету идеясын түсіну үшін елдің азық-түлік қауіпсіздігі деген не екенін талдап өтейік. Сонымен, әрбір мемлекет пандемия және басқа да төтенше жағдайлар болуына байланысты бір немесе бірнеше жылдарға жететін резервті азық-түлік қорын қамтамасыз етеді. Төтенше жағдай туындаған кезде бұл жүйе экономикалық тұрғыдан өзін ақтайды. Егер төтенше жағдай болмаған кезде
Бұл өте шығынды және тиімсіз жүйе. Бірақ біздің модель бұны түбегейлі өзгертеді. Мемлекеттердің азық-түлік қауіпсіздігі жүйесі қалай жұмыс істейді? Мысалы, Сауд Арабиясы бейбіт уақытта азық-түлік резервін толтыру үшін бидайды әлемдік биржа бағасымен сатып алады. Сонымен қатар, сатып алған бидайдың логистикалық шығындары өте қымбат және ұзақ мерзімді сақтау кезінде сапасы нашарлайды. Төтенше жағдай болмауы және сапасы нашарлау себебінен резервтегі азық-түлікті кем дегенде 50% жеңілдікпен сатуы тиіс. Осылайша мемлекеттік бюджет шығындалады. Резерв неғұрлым көп болса, шығын соғұрлым көп болады. Біз бұл мәселені шешу үшін Қазақстанда 50 миллион тонна көлемінде түрлі дақылдарды сақтайтын 250 элеватор салуды ұсынамыз. Элеватордың 100% иелері астық импорттаушы мемлекеттер болады. Бұл банктің депозиттік ұяшықтары сияқты. Олар Қазақстан үкіметі азық-түлік экспорты мен транзитіне тыйым сала алмайтын арнайы аймақтарда болады. Шамамен айтқанда, элеваторларда арнайы мәртебе болады. Мемлекеттердің сұрауы бойынша азық-түлік банкі элеваторлардағы астық қорларды жаңартатын болады. Ескірген астықты сауда үйі сатады, ал резервтерді жаңа астықпен толтырады. Әр мемлекет қордың SAP онлайн жүйесіне кіріп, дақылдардың көлемін, ылғалдылығын, дақылдардың түрлерін, әлемдік баға ұсыныстарын көре алады және сонымен қатар астықты өзінің есептік жазбасы арқылы сауда-саттық жасай алады. Егер импорттаушы мемлекет трейдингпен айналысқысы келмесе және ол элеваторлардың өтелуіне қызығушылық танытпаса, онда 2 жылда бір рет сақталатын астықты жаңарталады. Жаңарту құны барлық сақтау көлемінің 3%-ын құрайды және бұл елдің азық-түлік қауіпсіздігіне жұмсалатын шығындарды 8 есе қысқартуға мүмкіндік береді. 16 тарау. Африка. Біздің жүйенің жұмысы көптеген адамдарды аштық өлімнен сақтайды. Бағдарламаның басты миссиясы Қазақстандағы және Африка елдеріндегі аштықты жою болып табылады. Әлемде күніне 22 мың, ал жылына 8 миллион адам аштықтан қаза табады. Бұл іс жүзінде Швейцария тұрғындарының санымен тең. Дүниежүзілік коронавирус пандемиясының кесірінен бұл сан өсуде. Өткен ғасырдың 30-шы жылдарында Қазақстан тарихында қорқынышты апаттың бірі үлкен жұт болды. Ол миллиондаған адамдардың өмірін алып кетті. Мұның қандай қорқынышты қайғы болғанын ата-әжелерімізден білеміз. Бұндай трагедия ешкімнің басына келмес үшін қолымыздан келгенше жұмыс жасаймыз. Бұл үшін фонд табысының 1/10 бөлігін гуманитарлық көмек түрінде Қазақстанның және Африка елдерінің мұқтаж адамдарына жолданатын болады. Маслоу пирамидасына сәйкес, егер адамның тамаққа және қауіпсіздікке деген базалық қажеттілігін жапса, ол қоғамдастыққа және руханилыққа қарай ұмтылады. Сондықтан біз Африкада аштықты жоюмен қатар, сол континентте туындаған Убунту философиясын дамытқымыз келеді. Убунту адамгершілікке, әділеттікке және сана сезімге шақырады. Және зулу тілінен аударғанда мен өмір сүремін, өйткені біз өмір сүреміз дегенді білдіреді. Қалай тиімді менеджер болуға болады? Біз қазір елдің экономикалық дағдарысқа ұшырағанын және көптеген адамдардың өмір сүру деңгейі төмен екенін түсінеміз. Осыған байланысты тиімді менеджерлер табыс алып, пайда тапқанға дейін олар толығымен біздің қордың қолдауында болады. Атап айтқанда, жалақы мен толық әлеуметтік пакет оған және оның барлық қызметкерлеріне қор өз қаражатынан төлейді. Девальвация қаупін болдырмау үшін жалақы доллармен немесе еуромен төленеді. Тиімді менеджерлерге қандай талаптар қойылады? Біріншіден, үміткер Қазақстан азаматы болу керек. Қазақстанда 21 жас пен 35 жас аралығындағы 5 миллион адам тұрғандықтан, біз олардың ішінен 1200 үздігін таңдап аламыз. Біз гендерлік теңдікті сақтай отырып, ерлерді де, әйелдерді де қабылдаймыз. 1200 тиімді менеджерлер бір-бірімен туыстық байланыста болмау керек. Егер жақын туыстықты анықтасақ, онда олардың біреуі жүйеден кетуі керек. Таңдау әділдік, еңбекқорлық, дамыған логика және психологиялық тұрақтылық қағидалары бойынша жүргізіледі.
Барлық тиімді менеджерлер мен олардың қызметкерлері біздің университетте тегін оқып шығуы керек. Бір қатар әлемдік институционалды инвесторлар Біріккен ұлттар ұйымы бағдарламасы бойынша біздің жобаны қаржыландыруға дайын. Ендігі кезекте біздің үкіметпен келісімге келуіміз қалды. Үкіметпен келісімге келгеннен кейін біз тиімді менеджерлер қабылдау туралы хабарды жариялаймыз. Жаңалықтарды біздің телеграмдағы ресми парақшадан қарай аласыздар. TDFA.KZ. Қазақстан халқына манифест. Құрметті отандастар, 2020 жыл әлем тарихында өшпесте із қалдырды. Жер шарын толық шарпыған пандемия алауы біздің елімізді де айналып өткен жоқ. 100 мыңдаған жан науқастанып, 10 мыңдаған отбасы қара жамылды. Біз олармен бірге қабырғамыз қайысып, қайғыларына ортақпыз. Бірақ бұдан бөлек тағы да бір қиын кезең келе жатыр. Бұл 30 жылдай болмаған әлемдік экономикалық дағдарыс. Ол да коронавирус секілді қатал және аяусыз дұшпан. Өз тарихында сансыз нәубетті бастан өткерген ұлтымыз үшін бұл сынақ та алынбас қамал емес. Тек қана бірліктің, білімнің және ауыр еңбектің арқасында ғана біз жарқын болашаққа жол ашамыз. Төгілген тер мен мұқалмас жігер бізді биік асуларға жетелеп шыңдай түседі. Біздің мақсатымыз Қазақстан Республикасының еңбекке негізделген, қуатты, дамыған, әлеуеті жоғары елге айналуына үлес қосу. Адал еңбек пен таза табыс біздің ұранымыз. Қазақстан Республикасының үкіметіне манифест. Құрметті Қазақстан үкіметі, жоғарыда айтылғандай бұл жоба елді дағдарыстан шығаратын мультипликативті әсерге әкеледі. Ауыл шаруашылық индустриясының мультипликативтік әсері мұнай мен көмір өндірісінің индустриясынан жоғары болғандықтан, бұл бағдарлама 2000 жылдардың басында мұнайдың арқасында болған серпінді экономиканың дамуынан асып түседі. Біздің сөздеріміз неге негізделген? Тікелей мемлекеттік субсидиялар шамамен 1 миллиард ақш долларын құрайды. Біз субсидиялардан толығымен бас тартамыз. Банктер бір уақытта үлкен пайда табады. Өйткені қайтарымсыз аграрлық өнеркәсіптік кешеңдегі несиелер бойынша ұлттық банкке бұрын доллармен салынған миллиардтаған провизиялар қайтарылады. Бұрын үмітсіз және қайтарымсыз жатқан латифундистердің қарыздары мемлекетке қайта төлене бастайды. Ауылдарда 100 мектеп, 100 аурухана, 100 балабақша салынады. Адамдар қаладан ауылдарға көшіп, ауылдың гүлденуі басталады. Елдің азық-түлік қауіпсіздігі нығаяды. Көптеген жұмыс орындары ашылып, ақша нақты адамдарға беріліп, кедейлік деңгейі төмендейді. Оған қоса біздің берілетін жалақы деңгейіміз Америка және Канада агрокомпаниялармен тең болады. Қазақстан агроөнім экспорттаушы елдердің әлемдік рейтингінде жетекші орынға ие болады. Қазақстан дүниежүзілік азық-түлік банкі жобасы бойынша азық-түлік Швейцариясына айналады. Сауатсыздық деңгейі төмендейді. Елге 13 миллиард ақш доллар көлемінде шетелдік инвестициялар тартылып, халық қатысатын үлкен құрылыс басталады. Ауылдарда тұратын халықтың 48%-ның әлеуметтік шиеленісі төмендеп, олардың әл-ауқаты жоғарылайды. Siemens & Siemens транснационалдық заңгер компаниясының қорытындысы бойынша Канадада болған дәндерді сатып алу келісім шартымыз толық заңды болуын және дүниежүзілік сауда ұйымының халықаралық TRIPS келісімінің барлық нормалары мен процедуралары орындалғанын дәлелдеді. Біз Канаданың премьер-министрі мен ауыл шаруашылық министріне және патент иелері мен тұқым жасаушыларға роялти төлеуге және ынтымақтастыққа дайын екенімізді білдіріп хаттама жолдадық. Deloitte халықаралық аудиторлық компаниясының зерттеу нәтижесі бойынша осы жобаның экономикалық моделі ауыл шаруашылық саласын сауықтыруы және елдің экономикалық дағдарыстан шығуының тиімді амалы екенін қорытындылады. Біздің жоба агроөнімдер өңдеу өнеркәсібін дамытуына оң әсерін береді. Бұл қосылған құны жоғары өнімдерді өндіруге және жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Ол үшін 3 драйвер бар.
Салықсыз еркін экономикалық аймақ, 1 миллиард доллардан астам қаражаты бар 1200 ішкі инвесторлер, өндіріске арналған шикізаттың қол жетімді болуы. Ол үшін үкіметтен не қажет? Бізге заңдарды 30 жылға тұрақтандыра отырып, 5 миллион гектар аумағында еркін экономикалық аймақ құру. Еркін экономикалық аймақ аумағында салықтардың барлық түрінен 15 жылға босатуын сұраймыз. Себебі қаржы министрлігінің деректері бойынша 2019 жылы ауыл шаруашылығына бөлінген қаржы сомасы 583 миллиард теңге құрды. Ал салық ретінде жиналған сома небәрі 45 миллиард теңге. Тек 2012-2018 жылдар аралығында ауыл шаруашылығының дамытуға бөлінген қаражатының жалпы көлемі 4,2 триллион теңгеден асты. Бұл айтарлықтай жер өңдеу тиімділігінің жоғарылауына және ауылда өмір сүру деңгейінің жоғарылауына әкелмеді. Еркін экономикалық аймақ ішінде серпінді дамуға кедергі келтіретін заңдардың күшін жою. Мемлекеттік жер қатынастарын реттейтін агенттікті құру. Ол агенттік проблемалық несиелер қорындағы бар жерлерді 5000 гектардан бөліп, барлық байлық міндеттемелерден тазартып, әр тиімді менеджерге 3 жылдан 7 жылға дейінгі уақыт аралығында бөліп төлеп, сатып алуына мүмкіндік беруі тиіс. Жерді қарызы төленгеннен кейін Қазақстан азаматы болып табылатын тиімді менеджердің жеке меншігіне беру туралы заң әзірлеуін сұраймыз. Ол азамат жердің бұрынғы иесінің қарызын төлегендіктен өз жеке меншігіне алуына толық құқығы болуын және ұрпақтарына қалдыру мүмкіндігін әділ деп санаймыз. Бірақ заңда міндетті түрде жер шетел азаматтарына сатылмайды, жалға берілмейді деген басты шарт жазылуы тиіс. Қазақстан мен ФАО біріккен ұлттар ұйымының арасында дүниежүзілік азық-түлік банкі элеваторларына арнайы мәртебе беру туралы халықаралық келісімшарт жасауын сұраймыз. Құрметті Қазақстан үкіметінің өкілдері, елдің қазіргі экономикалық жағдайын ескере отырып, алдағы әлемдік рецессияға батыл төтеп беру үшін бізге бұдан да артығырақ бірігу керек. Институционалдық инвесторларға манифест. Құрметті институционалдық инвесторлар, біз экспорттық потенциалы миллион бас ірі қара мал және 20 миллион тонна дайын өнім болатын әлемдегі ең ірі жеке агрокомпанияны салып жатырмыз. Вертикалды интеграция арқылы біз өнімнің өзіндік құнын азайттық. Біз өнім сапасын және өнімділікті арттыру үшін ең озық және тексерілген әлемдік инновацияларды қолданамыз. Резервтік сақтандыру жүйесінің көмегімен біз табиғи апаттар салдарынан болатын дефолт қаупін жоққа шығардық. Банк жүйесінің көмегімен әрбір доллар бақылауда болады және қордың жабық эко жүйесінде тиісті мақсатқа жұмсалады. Біз барлық қызметті цифрландыру арқылы ашық және мөлдір жүйеге қол жеткіземіз. Кредиттік рейтинг және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйелері сіздердің инвестицияларыңызды алаяқтардан қорғайды. Біздің тиімді менеджерлердің табысы Америка мен Канада фермерлерінен бірдей екенін ескере отырып, жобаның тартымдылығы мүлдем төмендемейді. Егер сандарға назар аударсақ, негізгі NPV 1,6 миллиард доллар, IRR 18%, өтелу мерзімі 5 жыл. Бұл жобаны іске асыру үшін бізге 7 миллиард ақш доллар қажет. Тамаша экономикалық көрсеткіштерден басқа, бұл жоба біріккен ұлттар ұйымының 17-ден тұратын тұрақты даму мақсаттарының 16-сын шешеді. Сонымен қатар, біздің жүйе түскен пайданың 10-нан 1 бөлігін Африка елдеріне гуманитарлық көмек ретінде бөлетін болады. Әлемдегі соңғы оқиғалар адамзатқа ұшақтармен ұшудың сонша қажеті жоқ екенін, қымбат киім мен гауһар тастардың соншалықты қажет еместігін көрсетті. Оның дәлелі ретінде осы тауар өндіруші компаниялардың акциялары құлдырауы. Біз қарапайым және көпшілік білетін бір шындыққа келдік. Адамзат азық-түліксіз өмір сүре алмайды және азық-түлік әрқашан сұранысқа ие болады. Тиісінше азық-түлік өндіретін компаниялар тағдырдың барлық соққыларына төтеп бере алады. Азық-түлік импорттаушы елдерге манифест.
Құрметті азық-түлік импорттаушы елдер, коронавирус пандемиясы барлық елдердің ең маңызды міндеті азық-түлік қауіпсіздігі екенін көрсетті. Сонымен қатар, бұл кез келген елдің бюджетіндегі шығындардың маңызды бөлігі екендігін білеміз. Біздің шешіміміз салық төлеушілердің ақшасын тиімді пайдалануға көмектеседі. Біздің шешіміміздің негізгі артықшылықтары мыналар. Тәуелсіз Қазақстан құрылған сәттен бастап, біздің еліміз бірде-бір қарулы қақтығысқа қатыспаған. Ары қарайда қауіпсіз, бейбіт ел болу үшін ядролық қарудан өз еркімен бас тартты. Евразия континентінің ортасында орналасқан солтүстік Қазақстанның географиялық орны оны су басу, жер сілкіну, тайфун, цунами, торнадо және вулканның атқылауы сияқты табиғи апаттардан қорғалуын қамтамасыз етеді. Элеваторлардың арнайы мәртебесі азық-түліктің кедергісіз экспортқа жіберуін кепіл етеді. Қатысушы ел бюджет ақшасын үлкен көлемде үнемдейді. Сондай-ақ осы жобаға қатысудан пайда табады. Жобаға қатысушы елдің көп болуы барлық заңдардың тұрақтылығына және қақтығыстың болмауына қосымша кепілдік береді. Жобаның құны 6 миллиард ақш доллары. Елдер өз керегіне байланысты 50 миллион тонна сақтау көлемін өзара бөліседі. 50 миллион тонна астық жарты миллиард адамның жылдық қажеттілігін жабады. 1945 жылы екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Біріккен ұлттар ұйымы құрылды. Ол үшінші дүниежүзілік соғысқа жол бермей, қазіргі күнге дейін бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етіп келеді. Сонымен қатар, бізге де қазіргі коронавирус пандемиясы әлемдік деңгейде аштықты алдын алу үшін дүниежүзілік азық-түлік банкін құруға серпін берді. Ашаршылықты жою. Кедейліктің болмауы. Амандық пен жақсы денсаулық. Гендерлік теңдік. Жақсы лайықты жұмыс болу үшін. Сапалы білім беру. Арзан және таза энергия. Байлар мен кедейлердің арасында теңсіздікті азайту. Таза су болу үшін. Инновациялар. Ауылдың өркендеуі. Тиімді тұтынумен өндіріс болу үшін. Климаттың өзгерумен күресу. Жердің экожүйесін сақтау. Әділеттік пен бейбітшілік. Тұрақты даму үшін жұмыс істейміз. Махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.
жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.